Мистика барлық адамдардың көзінде миға сыймайтын құбылыс болып көрінеді. Мистикалық құбылыстар туралы әдетте тек ғалымдар ғана әртүрлі болжам айтып жатады. Ал ғалымдардың өздері тәжірибе жасап, артынан өздері не болып кеткенін түсіндіре алмаған жағдайды естіп пе едіңіз? Және бұл ғалымдар басқа емес атақты физик Альберт Эйнштейн мен атағы одан кем түспейтін ғалым Никола Тесла болатын. Бұл тәжірибе жайлы ешкімге тіс жармауға бұйрық берілген. Бірақ арада 12 жыл өткеннен кейін сол жерде болған Карлос есімді теңізші барлығын айтып береді. Бұл оқиға Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1943 жылы 28 қазанда болған болатын. Сол уақытта Жапониямен суда соғысып жатқан Америка көзге көрінбейтін және ешқандай бақылаушы радарға ілінбейтін кеме жасап шығаруды атақты ғалымдарға міндеттейді. Ғалымдар сол уақыттағы Элдридж атты жойғыш кемесіне магниттік құрылғылар арқылы кеңістікте көзге көрінбейтін қылып жасайтын қондырғыны ойлап тауып кемеге орнатады. Атақты ғалымдар тәжірибе барысында барлық ұсақ түйекке дейін мән беріп, мұқият әрі құпия жұмыс жасайды. Кеме дайын болып, оны суға түсірген кезде кеме автоматты түрде магниттік толқындарын қосып, жағалаудағы жұрттың көз алдында ғайып болып кетеді. Тіпті тәжірибелерінің дәл бұлай сәтті орындалатынына ғалымдардың өзі сенбеген еді. Барлығы дәл осылай сәтті болып бітермеді, бірақ сол уақытта кемеде болған 202 адамның 181-і аман есен қалса, қалған 21-інің денелері күйіп, немесе әртүрлі жаралар аптап кеткен. Аман қалған теңізшілердің кейбірі кемеден шыққаннан кейін не сандырақтап, ақыл естерінен айырылған. Кейбірінің айтуынша кемені суға салған уақытта кеме үстін жасыл тұман қаптап, сол тұманнан көздеріне әртүрлі нәрселер қозғалып тұрғандай елестеген. Сол оқиғада болған теңізшілердің көбісі жындыханаға жіберілді, ал Америка билігі олардың барлық сөздерін жоққа шығарып, ондай тәжірибе болған емес деп сендірді. Жағада болған куәгерлердің айтуынша кеме суға салғаннан кейін жоқ болып кетіп, 100 миль алыстан табылған. Кеме телепортациясы деп аталған бұл тәжірибені ғалымдар әрі қарай жалғастырмауды шешкен. Бүгінге осы. Ал сіз телепортация деген нәрсе бар екеніне сенесіз бе? Өз пікіріңізді жазып кетіңіз.